Assalamu alaikum бауырлар. Қазір сұлудан қалай сүт жасайтынын көрсетемін. Мынандай шыны, деді 150 грамм болады. Содан 2 шыны тазаланған, жақсылап, тазалап, жуып, шайып сұлыны саламыз. Мына жерде 4 литр су. Содан 2 шыны жетеді. Сонда где-то примерно 300 грамм сұлы болады. Оған бір қасық куркума саламыз. Сосын мына имбирді теркадан өткізіп, осындай майдарақ қып, соны саламыз. Осылай 20 минут қайнатамыз. 20 минуттан кейін көреміз. Міне қайнап жатыр. Бұған тұз және басқа приправа еш нәрсе қоспаймыз. Ештеңке қоспаймыз, өзін ғана. 20 минут уақыт өтті. Енді өшіріп қоямыз да 3 сағат тұрсын осылай. Соны кейін жалғастырамыз. 3 сағат өтті. Міне мынау артық суын сорпасын құйып алайық. Тұнбасын. Көп су қалып қалса, онда сүт деген қою болмай қалады. Осынша су қалу керек. Өте көп қалмау керек. Сонда дұрыс болады. Енді блендерден өткіземіз. Міне өткіздік блендерден. Сосын мынандай сеткеге алып, сорғытып аламыз. Астына сүт. Міне мынау қалғанын тауыққа береміз. Тауықта витамины жұмыртқа туатын болады. Міне кейіңіз сүт қандай бұл. Міне кейіңіз біздің сүтіміз сұлудан жасалған сүт дайын болды. Көрдіңіз бе, қандай қою, әдемі. Мынау чайдың түрі сияқты болғаны, ол куркуманы қостық. Куркуманы қосқан кезде оған обязательно қара бұрыш қосу керек. Сонда куркуманың ішіндегі пайдалы заттары күшейеді. Енді мынау сорпа, мынау сүт. Бұны деген суын азайтып бір нәрсе өткізе берсе қоюланады. Сол үшін оны алды келесі видеоларда көрсетем, қалай май жасауға болатын, сұлудан қалай тағы өнімдер жасауға болатын көрсетіп отыратын болам. Қарап отырыңыздар. Мынау суы сорпасы, осы екеуін кезек-кезек ішіп жүрсе де болады. Бұл енді бауырға табылмайтын ем. Бауыр ғана емес, бүткіл ағзамызға табылмайтын ем осы болады, Алла қаласа.